Талапбек осы Қара шаңырақ КазГУ-де білім алған талантты шәкірттеріміздің бірі. Шын мәнінде де Талаптың бойында осы қазақтың азаматының, қазақтың ер жігітінің бойында болуы тиіс жақсы қасиеттердің бәрі бар. Бізде кураторлық тобымыз болды. Сол кураторлық топтың жетекшісі ретінде менің алғашқы ұстаздық еңбек жолында осы Талапбектердің тобында жетекшілік еттім. Талапбек енді мектеп бітіріп келген сол кездегі шәкірттерімізден бірер жас үлкен болды, ересектеу болды, ақыл тоқтатқан және өмірге деген көзқарасы қалыптасқан, білімді, өзінің тобындағы қыз-жігіттерге де ағалық қамқорлығын танытып жүрген азамат еді. Енді студенттік шақта әрине Талаптың осы оқу білімге деген құштарлығы, бұдан кейін қазақтың жалпы ата-бабаларымыздан келе жатқан ғасырлар бойы жинақталған өмірлік тәжірибесін, сол отбасынан үйренген, үлкен бабаларынан жеткен жақсы қасиеттерді бойына сіңіріп, мынау атажұртқа келгенде солардың барлығын күнделікті қарым-қатынаста, тұрмыс-тіршілікте көрсетіп жатты. Бұл да бір сол кезде алғашқы үлкен Қара шаңырақты аттаған іні қарындастарына, топтастарына үлгі болды деп ойлаймын. Жалпы біздің топта 4 жігіт білім алды, қыздардан бөлек. Сол 4 жігіттің ішінде екеуі Талап Алтайдан және Ерболат сол Қытай Халық Республикасынан келген сол кездегі шәкірттеріміздің бірі еді. Екеуі де бүгін ел таныған азамат, қаламгер, ақын. Талаптың өлеңдері сол кезде-ақ әдеби ортада мойындалып, көпшілікке танылды. Баспасөз беттерінде өлеңдері жарық көріп жатты. Оның үстіне тағы бір Талаптың керемет жақсы бір қасиеті, сол кезде өз секілді талантты жастардың басын қосып, Жезбида деген әдеби шығармашылық орта қалыптастырды. Сол клубтың аясында өлең жазатын, қолына қалам ұстаған ақын жігіттердің, қыздардың шығармаларын талдап жатты. Бұл да әдеттегі аудиториядағы сабақтардан бөлек шығармашылыққа, ұлт әдебиетіне деген бір керемет қызығушылықтарын жандандыратын, соны түсіндіретін ортаға айналды. Осы ортада талай қазақтың беткеұстар ақындары, мықты ақындары келіп өлеңдерін оқыды, өз ойларымен бөлісті. Талаптың бойында бүгінгі жастардың, бүгінгі ер азаматтың бойында болуы тиіс ұлтжандылық, елге қызмет ету деген керемет қасиеттерді көреміз. Сол кездерден ақ ұстаздарының тарапынан өзі ортасында керемет осы ақындығы мен өлеңдерінің керемет ой салатын өрелі өлеңдерімен танылған азамат. Енді оның поэзиясын, өлеңдерін, шығармашылығын талдау ол бөлек тақырып. Мен қазір ұстазы ретінде Талаптың бойындағы бір жақсы қасиеттерге тоқталып жатқаным.